Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі 30 минутта дайын болатын банофи пай деп аталатын банан қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ерітілген сары майымызды саламыз. Қантымызды, жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымыздың барлығын салып, үстінен қопсытқыш салып, жақсылап араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қоспаймыз, осы ұнымыз жеткілікті. Осындай жұмсақ қамыр шығуы керек, оны целлофан пакетімізге салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Формамызға пергамент қағазын төсейміз. Одан кейін жан-жағының барлығын сары маймен жағып шығамыз. Үстінен қамырымызды салып, қолымызбен барлық жеріне теңдей етіп жайып шығамыз. Бортиктарына да жақсылап қамырымызды жеткіземіз. Үстінен басып, ортасын шанышқымен шұқимыз. Және шет-шетінің барлығын шанышқының көмегімен бір тегіс етіп шығамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды саламыз. Оның үстінен 2 ас қасық қантымызды салып, орташа жылдамдықта қант ерігенше тура 1 минуттай миксерлейміз. Үстінен салқын 33% сливкимызды құйып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап миксерлеп, жаймен миксердің жылдамдығын көтереміз. Бізде осындай қою тығыз масса шығу керек. Миксерді сілкігенде түсіп кетпейтіндей крем шығу керек. Пештен шыққан пирогымыздың үстінен 4 ас қасықтай варенка саламыз. Жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз, бір тегістей етіп. Варенканың үстінен бір тегіс етіп дөңгелектеп кесілген бананымызды қойып шығамыз. Кондитерлік қапшықтың ішінен насаткамызды салып, үстінен кремімізді салып, бананның үстінен кремнің барлығын бір тегіс етіп жағып шығамыз. Егер сіздерде насатка болмаса, кондитерлік қапшықтың басын кесіп, бір тегіс етіп, дөңгелектеп жағып шығуға да болады. Benim kanatlarım var, dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Кремнің бәрін жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа крем сіңгенше қойып қоямыз. Қалауыңыз бойынша кремнің үстінен какаоны сеуіп шығуға да болады. Осымен достар, біздің пирогымыз дайын болып қалды. Өте жылдам дайындалады. Шай дастарханының сәнін келтіреді. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдырып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлемете болыңыздар.